Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен бірге ауыл әлемі арнасы. Бүгін 5 ақпан 2026 жыл. Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Бұлақты ауылында ауа райы күрт өзгерді. Кеше ғана тамылжып тұр еді. Бүгін аяз желімен болып жатыр. Ертеңдері одан да қаттырақ болады дейді. Енді айта кететін нәрсе, мынау біздің үйдің баспақтары. Бұлардың енелері де тазағанды емес. Бұлардың әкесі де қарала бұқа, соған ұқсап тұр бұлар. Енді ангушац бұқа деп естіп едім. Бірақ та бұлар енді міне тоңып тұр, бүрісіп жайыла алмай тұр. Ал енді сіздерге бөлісетін нәрсе ақбас, қазақтың ақбас тұқымы міне өзінің ерекшелігін көрсетіп отыр. Жайылып отыр, суыққа қарап жатқан жоқ. Терісі де қалың, соны дәлелдеп жатыр. Міне ерекшелігі осында. Міндетті түрде егер екі ойлы болып жүрген адамдар ақбаспен айналысуға болады. Қысқа төзімді мал. Міне баспақтарының өзі тоңбай жайылып отыр ғой. Қазір бұларды суыққа ұрындырмай кіргізем. Мынау алдарыңызда тұрған міне болашақ бұқа. Қазақтың ақбас бұқасы. Желді аяз міне. Қарамай жатыр ақбастар. Жайылып жатыр. Бұқа міне. Салқын ауа райы.